Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қысқа сақтайтын, жеміс жидектерден дайындалатын, дәмі де керемет, сонымен бірге қыстың күні иісі де керемет болып шығатын, мультивитаминка деп аталатын ерекше дәруменге бай компот дайындадым. Ендеше осы компоттың жасалу жолы сізді қызықтырса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ал тіркелмегендеріңіз болса, жанда қоңыраушаны ұмытпай баса кетіңіздер. Сол кезде келесі шығатын менің видеомды бірінші болып сіз көретін боласыз. Ендеше менімен бірге қысқа сіздер де дайындап алыңыздар. Компотымыз мультивитаминка деп аталады. Сондықтан да жеміс жидектің бірнеше түрінен аламыз. Сіздер қандай жеміс жидекті жақсы көресіздер, солай ала бересіздер. Сонымен бірге компотымызға ерекше хош иіс беретін және дәм беретін мына менің қолымда кептірілген гүлдер. Сонымен бірге қант керек бізге. Банкілерімізді алдын ала жақсылап жуып, стерилдеп аламыз. Қақпағында бірнеше минут қайнаған суда қайнатып аламыз. Мінекей осылардан компотымызды дайындайтын боламыз. Компотымыз ерекше дәмді әрі қою болып шығу үшін жеміс-жидектеріміздің әр түрінен 2-3 жерден алып, ортасынан осылай пышақпен бөліп, қайнап жатқан суымызға салып, бірге қайнатып аламыз. Турап алған жемістерімізді қайнап жатқан суымыздың үстіне салдық. Суымыз қайнай берсін. Енді осы уақыт аралығында банкілерімізге жемістерімізді салып шығамыз. Алдыменен банкілеріміздің түбіне 2 жерден алма саламыз. Осыдан кейін сары өрігімізді, сливамызды және шабдалымызды салып аламыз. Лимон мен апельсинімізді домалақтап турап саламыз. Бәрін салып болғаннан кейін ең соңында кептірілген гүліміздің 2-3 жерден әр банкімізге салып шығамыз. Жемістеріміздің осындай ашылып қалған бөлшектерін бір кесеге жақсылап сөлін сығып алып, қайнап жатқан компотымыздың үстіне құйып жібереміз. Банкілерімізге жеміс-жидектерімізді, гүлімізді салып шықтық. Енді қайнап жатқан компотымызды әкеліп, банкілерімізді толтырып құйып шығамыз. Қақпақтарын жауып, 5 минутке банкімізді қойып қоямыз. 5 минут өткеннен соң, арнайы осындай қақпақтың көмегіменен тек банкіміздің түбінде жемісін ғана қалдырып, компотымыздың суын қайтадан ыдысымызға аударып құйып аламыз. Құйып алған компотымызды қайтадан жақсылап қайнату үшін отқа қоямыз. Компотымыз қайнағанға шейін енді банкілерімізге бір бокал осындай құмшекерден салып шығамыз. Отқа қойып қойған компотымыз жақсылап қайнағаннан кейін енді компотымызды алып, барлық банкілерімізді толтырып шығамыз. Толтырып алғаннан кейін қақпағын жауып, машинкамен бұрап бекітеміз. Ішіндегі қанты әбден ерігенше столдың бетінде осылай араластырып шайқап аламыз. Қант әбден ерігенше шайқап араластырып алғаннан кейін банкімізді өзімізге ыңғайлы жерге апарып төңкеріп, үстін жақсы жылы көрпемен не болмаса пледтермен жауып, 2-3 күнге шейін әбден суығанға шейін төңкеріп қойып қоямыз.
Мінекей қысқа сақтайтын өзі нәрлі, дәмі өте керемет тәтті болып шыққан қош иісті компотымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен дайындап алыңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Қош сау болыңыздар.